Ертең сенбі, өмір өтіп барады. Осы аптада бітіргенім шамалы. Осы аптада бітірем деп жүргенде, о әкеңнің сенбі келіп қалады. Ертең сенбі, ертең тағы демалыс. Көңілімде керейтерер керағыс. Бір аптаға жоқ, бір айға жоқ болып, елге кетіп қалсам бекен ең алыс. Ертең сенбі, түсінбедім не бұным. 2 күн той, 5 күн жұмыс өмірім. Тойға барып қарным тойып келсе де, неге менің ашқа айтады көңілім. Ертең сенбі, қайдан ұқсын басқалар. Ішу, құсу, жылау, сықтау басталар. Күйеулері маймыл құсап мас болып, әйелдердің әжіміне жас толар. Ертең сенбі, түсініксіз не екені, оқу керек Мақаш Тәтімов көкені. Сен бүгіні неге жігіт азайып, көшелерде қыз көбейіп кетеді. Ертең сенбі, әуелейді әніміз, дайын тұрар дастарханда дәміңіз. Сен бүгіні қуанамыз бәріміз, сен бүгіні мұңаяды кәрі қыз. Ертең сенбі, шыр айналып қаланы, біреу жеңге, біреу теңге табады. Үйленетін жігіттей боп киініп, тамадалар тойға кетіп барады. Ертең сенбі, оттай жанып жанарың, оғаншама қыздың бағы жанады. Бір бой жеткен неке жүзік таққанда, 100 бой жеткен үміттеніп қалады. Әйді. Ертең сенбі, бүгін жұма құдайым, жүрегімді жайып дұға қылайын. Адасқандар арманына қосылып, бірін-бірі бақыт етсін ылайым. Ертең сенбі, өте шығар күн қысқа, қызмет қуып, қызық қуып тұрмыспа. Ертең сенбі қарындас, ал сен әлі шыққан жоқсың тұрмысқа. Ертең сенбі, өмір өтіп барадай деген Алмас Темірбай бауырымыздың тамаша өлеңі. Қабыл алыңыздар. Алмасқа базар жоқ, керемет жазған. Әдемі. Оқыған адам сәл анандай. Анау. Не. Күшенбей оқу керек қой.